Hello! Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тілінде жиі қолданылатын екі етістік түрін қарастыратын боламыз. Ол do және де make. Екеуін аударғанда жалпы мағынасы істеу, айналысу дегенді білдіреді. Бірақ әрбір етістіктің өзіне тән ерекшеліктері бар. Ең алдымен do етістігін қарастырайық. Жалпы do дегеніміз ол жалпылама, бір нәрсе істеу, бір нәрсемен айналысу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, what are you doing tomorrow? Сен ертең не істейсің? Немесе I did a lot of stuff yesterday. Мен кеше өте көп нәрсе, өте көп іс жасадым дегенді білдіреді. Сонымен қоса, тағы да бір жиі кеңінен таралған сұрақтардың бір түрі ол what do you do? Мағынасы қандай деп ойлайсыздар? 3 секунд берем, ойлап табуға тырысыңыздар. What do you do? Яғни оның мағынасы сен немен айналысасың дегенді білдіреді. Яғни сіз жауап бергенде өзіңіздің немен айналысатыныңызды айтуыңызға болады, немесе қай жерде жұмыс жасайтындығыңызды. Мысалы, what do you do? Және жауап ретінде I work in a bank. Және де біз тек қана do мен қолданылатын сөз тіркестері бар. Оларды әрине бөлек жаттау керек. Ең біріншісі do an exam немесе do a test. Яғни емтихан тапсыру деген мағынаны білдіреді. Келесі do homework. Үй жұмысын жасау. Our children have to do a lot of homework. Біздің балаларымыз өте көп үй жұмысын жасауға мәжбүр. Және де келесі housework. Housework дегеніміз яғни үй шаруалары, мысалы пол жуу, кір жуу деген сияқты. Және де мысал ретінде сіз I hate doing housework деп айтуыңызға болады. Яғни hate дегеніміз жақсы көрмеу, жек көру деген мағынаны білдіреді. Сонымен қоса do exercises. Яғни ол жаттығу жасау. I do exercises every morning. Мен күнде таңертең жаттығамын, яғни денемді шынықтырамын деген мағынаны білдіреді. Және де сонымен қоса мен мына жерге сіздерге қойып кетейін. Жалпы осы do мен байланысты тұрақты сөз тіркестерін міндетті түрде жаттаңыздар, және де тек қана do мен қолданылады. Егер олардың орнына make қоятын болсаңыз, ол қате. Келесі бізде make. Ол да яғни жасау деп аударылады, бірақ ол көбінесе өндіру, құру деген мағынаны білдіреді. Және де біз оны жасаған кезде көбінесе өз қолдарымызды қолданамыз. Яғни қызық естілуі мүмкін, бірақ мысалдарға назар аударыңыздар. She is making breakfast. Ол таңғы ас даярлап жатыр. Немесе I made a cake. Мен торт жасадым. Және де осы make пен де қолданылатын тек қана сөз тіркестері бар. Яғни сол do мен қолданылмайсыз, тек қана make та қолданасыз. Мысалы, make a mistake. Қате жіберу. Make an appointment. Make an appointment дегеніміз жалпы сіз дәрігерге бұрын жазыласыз. Мысалы, I need to make an appointment to see the doctor. Яғни дәрігерге көріну үшін мен жазылуым керек. Және де make it noisy. Шулау деген мағынаны береді. Сонымен қоса make a phone call. Яғни біреуге телефон соғу. Және де make a bed. Яғни ол төсекті біз таңертең тұрғанда жинаймыз ғой, соны make a bed деп атаймыз. Мысалы, sometimes I forget to make my bed. Кейде мен өзімнің төсегімді жинауға ұмытып кетемін. Достар, сіздерге жалпы түсінікті деп ойлаймын. Демек, do дегеніміз ол жалпы түрде бір нәрсе жасау, ал make дегеніміз ол құру, өндіру деген мағынаны білдіреді. Және де кең таралған мысалдардың бірі make-қа, ол made in China, Қытайда жасалған. Ал енді достар, сіздерге жалпы түсінікті деп ойлаймын. Енді әдеттегідей тест жұмысын орындаймыз. Яғни сіздер таңдауларыңыз керек make немесе do. Окей, ең біріншісі. What did you do at the weekend? Did you go away? Келесі. Do you know how to make bread? Сен нанды қалай жасау керек екенін білесің ба? What do you do? Сен немен айналысасың, Және де жауабы I'm a doctor. Келесі. What do they make in the factory? In that factory, Олар фабрикада не істейді, не өндіреді? Shoes, аяқ киімдер. Достар, бүгінге осы сіздерге бәрі түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше, бай-бай!